Сіздің жағдай жүрек қалып кетеді екен ғой. Тына алмай қаласыз ба? Бірекше соғады ғой мына денемменен бірақ деп келеді ғой. Көзіңіз қардап былай жығылатын жағдай бар ма жоқ? Жығыла ма деп жүрегіміздің жығылатын. Біреу ғана диагноз айтып берген бе? Onlar yani şiddetkana çıkan odamızın arkanda hizmet etsin çıkmadı. İş o kadar düz gördü, çıkmadı. Sizler сияқты көп мамандардан келді десе жүрекке қатысты кеңес аламын ғой келді. Енді әдетте жүректің соғылысы тök сигналын тексереміз. Шинден ту жасаймыз. Шинден ту жасалғанда кейде ұсталмай қалады, білмей қаласыз. Өйткені бір қатында шықпай қалуы мүмкін. Енді сіздің талай жақсы қозғалған кезінде барыпсыз. Bir rет тексересіз, екі рет тексересіз, шықпағанда 24 сағаттық жүрек шинден ту істейсіз. Бар кезінде қылмасаңыз ұсталмайды ғой. Мынау сіздікі. Анау шинден туын бір көргенде танимыз да енді. Шашансу деп қоямыз оны. Енді бұны шөбенше орын қыласыз. Жүректің ішіндегі өт жолын азғана ноқтап қоямыз. Бұл операцияны қылғанда енді 95% адам жақсыланып кетеді. Екінші қозғалмайды. 5-10 минутта түйетін кішкі операция. Ақшаңыз да көп кетпейді. Болай жүре берсеңіз кейін басыңыз қайып, бір жерге жығылып, бір жерге солып кетсе шатақ қояды. Жас кенсіз. Балдырақ барып сол операция жасай салыңыз. Көп көрінеді, анау аял кісілерде өте көп көрінеді. Жүрек тök сигнал бөлімді қоямыз үрімшіде. Мақсыз сол жүректің төгін. Сіздердің доктырхана ма? Мейлі қалай доктырханада болса болады. Еш ем ба, ару ем ба, бізге барасыздан мейлі. Мен бір диагноз жазып берейін, қылатын операцияңызды жазып берейін. Уақытында барып соны қыла салыңыз. Екінші қозғаламайды әдетте. Бола ма? Сөйтіңіз. Сіздерді іздесем болады? Болады. Мені іздеп барасыз ғой.